Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, бүгінгі видео обзорымызды базарды бағаларын көруді, шолуды бастап кеттік. Мінекей алдарыңызда Subaru Outback. Outback бұл жерде 2017 жылғы. Мінекей пин кодын көрсетіп жіберсем, 8 айдан. Комплектациясы limited комплектация, кожаный салон, память сиденья, мультируль. Та не керек бұл жерде мультимедиа, Harman Kardon акустика бар, BSN датчиктері бар. Сиденьенің барлығы приводпен. Артын салон көрсетіп жібер. Коробка автомат, енді артқы салонда да подогрев сиденье барлығы бар. Полный привод. Толық жетекті. Крышка багажника тоже приводпен ашылып жабылады. Бұның сұрап тұрған бағасы, соңғы бағасы $8,500 дейді. Бұл қазір жаңа келді базарға. Сол себепті кімге ұнайды, кімге керек, сразу хабарласып алып қалсаңыздар болады. Бұның ішін астын көрсетіп жібер. Және арт жағын барлығы сау, астын көрсетіп жібер. Артында сабвуфер, Harman Kardon акустика, енді Subaru'да не бар, соның барлығы бар. Келесі. Бұл 2018 жылғы премиум комплектация, велюровый салон, 137 миль жүрген, 2.5, 2018 жылғы. Бұның соңғы бағасы $9,500 деп тұр. Бұл жерде велюровый салон, бірақ акустика, обычная акустика. Подогрев сиденье бар, мультируль бар. Бесключевой доступпен пуштар жоқ бұл жерде, бірақ BSN-дер бар. Состояниесі өте жақсы. Бұның соңғы бағасы $9,500 деп тұр. Бұл жерде привод багажника жоқ, ручной. Бірақ жоғарыда рейлинг тұр. Лыжаға арналған рейлинг өзімен бірге келген. Осы күйінде кетеді. Машинаның состояниесі жақсы. Сол себепті кімге керек алып қалсаңыздар болады. Астында көрсетіп жібер. Келесі, мына жақтан енді Avalon түсіріп жіберейік. Avalon 2015 жылғы 2.5 мотормен, гибридный. Бұл жаңағы Lexus ES-ке айтқанда сол сияқты оптимальный вариант. Бұл сол жобадағы, сол қатардағы. Camry'ден үлкен, қанша дегенмен Toyota, бірақ XL комплектация, комплектациясы жақсы Toyota Camry қарағанда. 142 миль жүрген, пин кодын көрсетіп жібер. Люк бар, кожа, подогрев сиденья, мультируль, дисплей, климат-контроль, BSN датчики, бесключевой доступ, пуш-старт. Енді XL болған екен, бұл жерден самый топовый, самый максимальный комплектация. Ақ түсті қара салонмен XL. 2.5 гибрид. Осы варианттардан алсаңыздар да болады. Кімге осы машиналар қызық, хабарласа беріңіздер, хабарға шыға беріңіздер. Сіздерге жақсы машина, көлікті таңдап беріп, салып жүруге тырысамыз. Және де кім Грузияға келді, машина алғаннан кейін обеспечение обязательно жасау керек болады. Айдап кетуге обеспечение бойынша да WhatsApp-нан көрсетіліп тұрған номер тұр. Осы номерге жаза беріңіздер. Сіздерге обеспечениені жасап беретін боламыз. Алдарыңызда Ford Fusion 2018 жылғы. Ford Fusion'дар гибрид мотормен келеді. Гибрид мотор 2.0 объеммен жүреді. Яғни бұл жерде Америкада жалпы өз-өзін көрсеткен машина. Сол себепті бұл жерде Ford Fusion'мен көбіне таксовка жасайды, көбіне өзінің күнделікті біз Camry'да қалай спрос болса, бұл Грузияның өзінде Ford Fusion'да тура сондай спроста. Именно 2.0 гибриді моторлары. Бензиновыйдан 2.4 жақсы. Енді бұл местілердің айту бойынша
бұл біздің Камримен айтқанда бір сегменттегі машина ғой. Комплектация жағынан бұлардың комплектациясы жақсы болып келеді. Рестайлинг коробка шайбамен тұр. 2018 жылғы подогрев, обдув сынды. Енді комплектация жағынан Камридан енді озып өтеді. Біз жақта енді кішкене запчастьпен кішкене қиындау болуы мүмкін. Запчасть және сервистан. Жалпы негізі машина ретінде Камридан жақсы $9,000 бағасы. 2018 жылғы 174 миль жүрген, енді мейлі көбірек жүрген, бірақ енді айтуы бойынша, енді осы жерде жүрген кісілермен сөйлестік қой, енді грузиндермен. Олардың айтуы бойынша бұлар 500 мың пробегті жай ішін жүріп береді. Батареясынан да қиналмайды. 4-ші поколение Prius'тарда уже ары қарай осы Ford'тардың батареясын қойған. Сол себепті олардың батареясы жақсы болып саналады. Бұл бойынша басқа айтамыз. Вин-кодын көрсеттің бе? Вин-кодын. Жалпы кожаный салон. Мына жерде AC комплектация болғаннан кейін бері комбинированный болып жүреді. Бұның еще титаниум деген комплектациясы бар, ең самый жоғарғы. Біздегі XLA, XLC сияқты титаниум деп аталады Ford Fusion'дарда. Ол жерде енді плагин барлығы бар. Титаниум өздерінде де қымбат жүреді, олар $12,000, $13,000, $14,000 дейін келеді. Жаңағы Sony акустика, үлкен дисктер, енді титаниум сыртынан сразу көрінеді ол. Комплектасы жақсы екен. Так, F15 түсіп кетейін. Серый цветінде. Камера 360, 3.0 объеммен. Так, сатып тұрған бағасы $15,400. 3.0 объем 96 миль жүрген, 2015 екен. Проекция, люк, панорама, то есть барлығы бар. Так, вин-кодын көріп екен. Көріне ма? Так, вин-коды. Қара салонмен. Бірақ так, ломающее сиденье, подножка, М-руль деген нәрсе жоқ, МПК жоқ. Обычный салонмен. Так, кеттік. Стабилизатор. Енді арнайы алдырттым. Бірақ до конца қолданып үйренген жоқпын. Сондықтан кішкене қателіктер болса айып етпейсіздер. Қолдан келгенше кішкене үйреніп алғанша кішкене қателіктер болады. Дальше Camry 80. Так, бұны сатып тұрған бағасы $33,000 2024 жылғы 2.5 объеммен. Так, вин-кодын көрсетіп жіберейін. Вин-коды. Ана көрінді. Лобовойлар оригинал. Американец AC. Белый цвет, комбинированный салон. Вин-кодын көрсетіп кеттім. Люк бар. Бесключевой доступ бар. Кімге қызық? $33,000. Так, Porsche Cayenne. $23,500 2016 жылғы 3.0 объеммен 144 мың пробегпен. Porsche Cayenne енді бұл уақытқа көрсеткен жоқпын. Қазір көрсетіп кетейін. Так, мінекей. Вин-коды. Бұл жерден комплектациясы айтудың қажеті жоқ. Панорама, кожаный салон. Енді комплектациясы өте жирный комплектация. Жақсы, кеттік.
арзаны қымбаты барлық машиналарды шетінен көрсететін боламын. Сол себепті сіздер қарап отырыңыздар. Mercedes C-класс $15,800. $15,800. Так, 2015 жылға 2.0 объеммен. Так, VIN кодын көрсетіп кетейін. Мінекей VIN коды. Комбинированный салон бұл жерде. Қызыл және қара, бордовый. Панорама жоқ жалпы. Пленка жабыстырып қарап қойдым қышасын. 2.0 объеммен. Келесі Хайландер. Хайландеріміз 2000 жылын жазып тұр мына жерде. $36,500. 2.5 55,000 жүрген. 2.5 болса бұл 22 жыл шығар, наверное. Жылын жазып тұр өкінішке қарай. Так, VIN кодын көрсетіп кетейін. VIN кодтан қарап көрсеңіздер болады. Dodge Charger $37,500. Европейц 3.6. Так, мына жерде бір мінекей F15 тұр. Жанып тұр екен. М, заводской М комплектацияда. Так, бағасы $18,000. Бағасы $18,000. Так, 2014 жылғы 3.0 объеммен. Так, VIN код. Люк. Бесключевой доступ. Так, мен стабилизаторым кетіп қалып отыр. Богатый салон екен, қоңыр салонмен. Ломающий сиденье, подножки, память сидений. Так, VIN кодын көрсетейін. Канадский сборка. Неки. М руль. Километрмен. Канадскілер километрмен келеді, өздеріңіз білесіздер. Кімге керек? $18,000 2014 жылғы. Алтыншы ай екен. Бұның енді бағасы әлде келсінді. Келсуге болады. Шторкілері бар. Артқы подогрев, клима. Үшінші рет, жоқ, үшінші рет. Забил, брат, забил. Панорама. Бегом, бегом, бегом. Так, пробег қанша еді ма? По состоянию жаман емес, жақсы. Так, пробег 114 километр. 114 километр. Сидишь рядом. Миль емес, километр 114 мың. Жақсы, жақсы. Жақсы емес. Заводской М пакетте. Авасали. Отойди. Отойди, Я слушаю его. Задний приводтар да бар екен. Тоже канадский, не бит, не крашеный, тоже хорошая машина. Так, бұл уже. Так, 2015 12 ай. Бұл жерде қоңыр салонмен канадский екен. 2.6. Бұның цены қанша болып екен? $25,500. 2.6 2015 154 миль жүрген 3.0 объемді.
Harman Kardon акустика, барлығы бар, подогрев, обдув еще. Панорама, жоғырдың барлығы алькантарамен тартылған. BMW индивидуал комплектация. Мына жерде кішкене біраз зат тұрып қалған сияқты, сол жерде заттың ізі қалып кетті. Вин кодын көрсеттім. Жалпы машина ақ түсті. X6. Алдында бір көрсетіп кетейін. Так, алдымызда GX өте әдемі екен, жанып тұр. Және X5, G05. GX. 18 чисто, а это 19. 19 жылғы алдында еще бұрын пленкалармен тұр мінекей. Не биті, не крашеный дейді. Бағасы $41 000, 2019 жылғы. Действительно, Carfax жақсы болып тұр ғой, значит, анау QR кодының несінің Carfax'ның барлығын полная комплектация, 100% оригинал, бір владелец Carfax бойынша барлығын жазып қойыпты. Так, енді бұның вин кодының көріп аламыз ба деген вопрос. Мінекей, вин кодын қарап жеріңіздер. Кімге GX керек? Осы вариантардан қарауға болады. Іштің бәрін қаптап, жақсылап істеп қойыпты. Енді состояние жақсы машина, бұларды жақсылап тазалап қойды. GX сұраған кісілерге осындай варианттардан бар. Және келесін X5, G05 ақ түсті. M5-інде МК. МК емес, M5 бұл жерде. Так, 19 жылғы $42 000. Так, цвета Alpina White дейді. Белая Alpina. Так, 2019 жылғы спорт повышал центр. Заводской М-пакет дейді. Новые шины, короче. Вин-код. Мінекей. Полный тонированный. Машина жабық тұр, өкінішке қарай. Бұны да жақсылап тазалап, реттеп. Pirelli салып қойыпты. Жеп-жеңіл қылып. Ол да бір жақсы бір бонус қой. Калифорния штатынан өздеріңіз білесіздер. Всегда машиналар таза, шірмеген, сухой штат болып келеді. Так, бүгін видеомызды тағы жалғастырып жатырмыз. Мына қатардағы машиналардың бағаларын қазір айтып беретін боламын. Барлығын сұрап жазып алдық. Сиенадан бастайық. Сиена 2013 жылғы 3/5 144 миль жүрген XLA комплектациясында, кожа барлығы бар, люк. Енді XLA болғаннан кейін өздеріңіз білесіздер. Вин кодын көрсетіп жібер. Вин код көріне ме? Так, бағасы бұның $10,500. $10,500. Енді аз-маз саудасы бар. Саудаласуға болады тағы да. Жалпы жағдай жаман емес. İşte multirul, audio система, монитор. Задний шторклер де бар. Так, келесі. Келесі мынау Сиенамыз 2017 жылғы 108 миль жүрген. Бұл да 3/5 XL, кожа барлығы бар. Климат контроль, акустика, шторка, БСМ, бесключевой, push-start. Бұның бағасы $14,000. Бұл да стартовый ценасы. XL комплектация. Енді XL жақсы комплектация, поэтому бұлардың да несі жабық тұр екен. Вин кодын түсіріп кет. XL-лерді есіктерде приводпен болады, задний багажник тоже приводпен. Бағасы $14,000. Келесі Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe 2019 жылғы 2.4 объеммен. Бұл да пробег 58 миль, қара түсті. Мінекей вин кодын көрсетіп жібер. Іштің барлығы енді
кожаный салонмен. Комплектациясы тоже жақсы. БСМ, бесключевой, пуш-старт, кожа, жаңағы подогрев. Оның барлығы бар. Бірақ люк тоже. Привод, передний привод бағасы $15,000. Ол стартовый бағасы $15,000. Шиналарда Мишлен өте жақсы жағдайда. Мінекей. Радиус 18. Қара түсті, қара салонмен. Так, келесіміз Kia Sorento 2.4 GDI мотор. 2018 жылғы 56,000 миль жүрген. Бұның бағасы $10,000. Бұл да енді стартовый бағасы, бұның саудасы бар. Кішігірім вин-кодын түсірегет, іші велюр. Енді былай айтқанда базовый комплектация, бірақ енді мультируль, BSM датчики, және кондер, енді аудиосистема жағы бар. Бұл жерде 2 ряд па, 3 ряд па екен. Бұлардың үстер жағы тұр. 3 ряд екен. Біздің как раз қазақтарға керек көлік 3 ряд. 3 қатарлы орындықпен. 2018 бағасы $10,000. Одан кейінгі Santa Fe дейді. Santa Fe'міз бұл 2019 жылғы болды. 2.0 объеммен полный привод 50,000 миль. Бағасы бұның $16,000. Бұл жерде комплектациясы өте жақсы, проекция, панорама, және BSM, бесключевой, кожа, обдув, подогрев, енді барлығы бар. Комплектациясы өте жақсы. Бағасы $16,000. Полный привод. Және бұл 2.0 турбина. Турбированный 2.0 объемда. Черным в общем. Неке. Келесі. Неке. Сұрап жатасыздар. Енді бұны тек орыстар алады. Енді соңғы кездері қазақтарды сұрап жатады. CR-V'ді, Honda CR-V 2020 жылғы 1.5 объеммен. Бұл жер автомат, коробка, кожа, велюр. Бағасы $20,000. Состояниесі жаман емес. Вин-кодын көрсетіп кетейік. Көне ма? Так, BSM, мультируль, мультимедиа, люк. Енді бастапқы керектілердің барлығы бар. CR-V деген енді полный приводный кішігірім. Жалпы үйге қолайлы машина негізінде. Так, бізге T1 қызық емес. Tucson. Tucson'ды сұрап жатасыздар. Бұл жерде 2.0 объем, 2020 жылғы полный привод, 2.0 объем өзіңіз білесіздер газ орнатуға бізге келеді ыңғайлы. Пробег 61,000 миль. Енді 2.0 болған екен, комплектациясы полный емес. Велюровый салон, жаңағы удержание полосы, BSM датчиктері, бесключевой дос, пуш-старт, мультимедиа. Ол жақтары бар. Вин-кодын көрсетеді. Бағасы бұның $13,000. $13,000 саудасы бар. Так, келесі реттің бастап көрсетіп жіберейік. Жалпы бізге негізі 2.4-те қарағанда осы 2-сі дұрыс келеді, потому что газ орнатуға бәріне қолайлы. Мына Сиенадан бастайық. Так, бұл Сиенамыз 2013 3.5 дейді, вин-кодын көрсетеді. Бұл жерде XLE комплектация, кожаный салон. Енді XLE-де не керек? Барлығы бар. Бесключевой доступ, электрический привод, есіктер, сиденье электрические, BSM датчиктері бар, шторка бар, привод задний багажника бар, передний привод, XLE комплектация, парктроники. Бағасы бұның $11,000.
$11.000. Так, мына уже Highlander сатылып кетті. Бұны көрсетпейміз, келесі. Арғай өтіп кетейік. Так, мына Highlander'лерді көрсетейін. 2014 жылғы Highlander көк түсті. Вин кодында көрсетеді. 77 мил жүрген 3.5 подогрев, обдув, БСМ, мультироль, аудиосистема, климат барлығы бар. Пуш-стартпен. Limited полная комплектация. Хромированные диски. Бағасы бұл $15.500. Тағы саудасы бар. Так, келесі Highlander'ымыз. Бұл енді мынау limited комплектация, мынау XL комплектация. Limitedтерде хромированный диск қандай мұндай кішкене өзгешеліктер болады. Жаңағы обдув сиденье деген сияқты. Мына жерде енді XL 2018 жылғы 3.5. Бұның да бағасы $15.500. Вин кодын көрсетеді. Белый цвет, черный салонмен. Комплектациясы XL өте жақсы комплектация. Сол себепті енді 2018 $15.500 нормально деп ойлаймын. Бірақ енді ударын қараған жоқпыз, оның енді өздеріңіз қарап аласыздар, вин кодын ашып. Так, келесі мынауымыз. Бұл 2015 жылғы 66.000 миль 3.5. Не айтамыз бұл бойынша? $14.500. Бұған саудаласуға болады. Бұл жерде кожа, подогрев, люк, жаңағы тағы не керек? Бесключевой доступ, пуш-старт. Артынан парктрониктер орнатқан екен. Және полный приводта. $14.500. Кімге қызық? Сұрап жаза берсеңіздер болады. Так, Kia K5 ваша, да? Нет? Хозяин сатушы жоқ, сол себепті келесі рядқа өтеміз. 1.6 дизель бізге вообще керек емес. Бағасы жоқ екен. 2014, 2.0. Тройка. У него цена какая? Ваш BMW? 12. $12.000 дейді. Тройка. Это четверка же? Четверка. Это четверка, оказывается. Гранд купе. $12.000. Бізде Қазақстанда гранд купе өте аз. Сол себептен спросқа қалай екенін енді ол жағын білмедім. Так, ес 3.5. 21 жылғы 38 болып жатты. $21.800. Бұл так, вин коды бойынша. Мінекей вин коды. 3.5 полная комплектация. Люк панорама жоқ бірақ. Комплектация жаман емес, жақсы. Қара түсті. Местный учетта. ес 350. Бұның енді растамашқысыздар қымбат демесеңіздер. Кімге қажет, мінекей 3.5 объемдықтар. 2021 жылғы. GLE купе емес. Обычный кроссовер. 23 жылғы. Пробегі 36 мың. Машина каналдан келгенге AMG пакет $43.800 дейді. 3.0 объеммен. Мінекей вин коды. Так, келесі X5 G05 М пакет кигізіп қойған. Жоқ, бұл таза М айтпақшы. F95M 2020 жылғы 26 пробег 444. Полная комплектация. Так, $62.500. Так, мына жерде енді вин коды. Мінекей вин коды. Так, кеттік дальше. Camry 75.
түсті. 20.500 ол 22 жылғы. Так, ВИН коды. Келесі RAV4 26.500 дейді. 33 км, 23 жылғы 2.5 ВИН код. CR-V $18.000 21 жылға 64 пробег жүрген, 1.5 полный привод. ВИН кодын көрсетіп кетейін бұнда. Так, ВИН коды. Мінекей. Так, келесі Highlander. $42.500 2022 жылға. $42.500 2022 2.5 гибридный бұл. Европейц 77.022. Европейцы ходят в районе, да? ВИН коды американец. Что-то гаражик. Так, мына жерде заводской краскада NX тұр. Мокрый асфальт үстінде, алдында бромпленкаларда барлығы тұр. Бұның бағасы, қазір айтамыз, бағасы 21.500 беріп тұр. Бірақ жақсы сауда алсамыз деп тұр. 2019 жылғы 2.0 NX 300. Так, ВИН коды. Мінекей, ВИН коды. Салондар енді жаңбырдан кейін әлі жуылмаған екен, бірақ коржын салон барлығы бар. Жақсы. Хозяинның айтуы бойынша енді бұл негізі утоп деп келген. Мінекей, нелерде лопухтарда айнаның сыртқа беті де бромпленкаға қапталған. G05 2000 қай жылғы бұл? 2021 жылғы $55.000 деп тұр. Пробегі 50.000 километр екен, 50.000 километр. 3.0 объеммен, цветі өте керемет, қараңыздар. Жанып тұрған цвет екен, проекция, қоңыр салон, люк, в общем, енді айтатын ештеңе жоқ. Н пакетте. Сіздерге арнайы түсіріп көрсетіп кетейін бағаларында. Әрбір қазақ осындай машинамен отырса. Стабилизаторда әлде настройкасын қолдану жағын сәл дұрыс үйренемей жатыр. Сөйтіп кішкене ары бері кетіп қалады. С-класс сатылым емес, жалпы өздерінің мініп жүрген машинасы сатушылардың. 2020 жылғы NX екен. Ценник $31.000. $31.000. F-Sport комплектациясында. ВИН коды. F-Sport. Келесі NX F-Sport'ымыз 21 жылғы. Мокрый асфальт үстінде. Так, ВИН коды. Мінекей ВИН код. 2021. Так, у этой ценник 31.000 тоже. 31.000, там уже саудасы болады. Саудасы бар.
жалпы бағалардың барлығы Oxford деп тұр ғой, арғы жүргізіп алып алсын. Көрдік болды. NX-тер бойынша жалпы осы. Так, келесі Camry. Camry. Бұл 2022 жылғы 75. Так, VIN коды. VIN код. Вон сзади камеры 3 штуки еще есть. Ага. У нее ценник? Видишь, а пахмели S? А, стег S? Цветінде А, если на стег S. сұр емес, андай ақ емес. Хорошо, я здесь. Да. Нарда грей емес, бір басқаша бір цвет бұл. Нарда грейдің бір ақшыл түсі. Комплектациясы AC. Да. AC. У нее ценник? Новый цвет. Короче, за 15 500. За 15 500 мінекей. 22 год. 2022 жылғы. Винконы ашып қарайсыздар өздеріңіз. Кімге ұнаватса, мінекей. Айтасыздар. Так, кеттік. Дальше. 13 500. Который? Аналар ма? Черная 13 500, это по 17 500, это крайняя цена. 18 500? 17. 17? Ага. Мінекей. Все хорошо. XSE. Мынау да XSE. 18 518 500 дейді. Крайний ценалар 75-тер. Қызыл салонмен. VIN кодтарын қарап жүріңіздер. Кімге ұнаса хабарға шығыңыздар. Мінекей. Крайний 41 000 миль жүрген. Маған қазір сразу соңғы бағасы айтып жатыр. Сіздер сол себепті соған ориентир жасайсыздар. Сіздер ішіңге жасап жатқан жоқпыз. Бәрін как көрсетіп жатырмыз. Видеоны да үзбей әдейі сіздер өздеріңіз естісін деп 21 жылға 68 000 миль жүрген. Мінекей VIN коды. Так. Мынау AC, мұны 15 500 деді. 15 500 деді. Бұны так 20 жылға бұл 70 000 миль жүрген. Мінекей VIN коды. Қара түсті комбинированный салон. Бұл жерде без люка. Бесключевой доступ бар. VCM датчиктері бар. Так, Sienna сайтын кісілерде Sienna'ны көрсетіп кетейін. Sienna 22 жылғы 2.5 гибрид, ақ салонмен, люкпен. VIN коды. Мінекей. Белый перламутровый цвет. Bunun бағасы қазір білетін боламыз. 30 000 дейді. 30 000. Саудасы бар ар жағында. Қандай әдемі? Так, BMW пятерка G30 530 2 литровый. Бұл жерде 88 000 миль жүрген, ақ салонмен. Қарап тұрсаңыздар, рестайлинговый фара, рестайлинговый барлығы рестайлинг жасап қойған уже. 2019 жылғы. Так, кілтін алып енді ашу. Қолым еп қалды. Так, енді өзім көріп жатырмын. 10 ай екен. 2019 10 ай. VIN коды мына жағынан ыңғайлы болса көрсетіп жіберсе. Көрінді ма? Мына жақтан ала сала есіктен. Так, мінекей. Былай қарап отырыңыздар. Артын көрсетіп жібер. Артын өзің что стоит. Бұл уже полностью М5 кигізіліп, енді рестайлинг жасалып, стоптарында көріп тұрса барлығы рестайлинг өтір. Өте керемет. Оталдырып жіберейік. Комплектация бұл жерде спортлайн, заводской спортлайн. Чек жанып тұр екен. Машина қызбаған, бірақ енді да сәл басып көрейік. Ішін көрсетейік. Бұл жерде подножка бар. Потолок черный, салон белый. Күннің ыстығынан
кішкене телефонымыз қызып кетті. Мына BMW-ның бағасы $21,500. Мінекей. Жаңа вин кодын көрсеттік пе, көрсетпедік пе? Тағы бір көрсетіп жіберейін. $21,500 дейді. 2 литровый. Кімге енді қымбат арзан, ол жағынан енді өздеріңіз қарап шешіп санап аласыздар. Camry 70. Енді Camry'сыз видео өтпейді ғой бізде. Барлығыңыз Camry сұрап жатасыздар. Сол себепті көрсетіп кетейін. Бұл 20-шы жылғы 70. Бағасы $13,000. SE комплектациясында 18-ші дисктер. Енді айтатын ештеңе жоқ. Комбинированный салон. Вин кодын көрсетіп жібер. Мынандай енді кішкене косяктар бар енді. Мятинкасы бар екен мына жерлерінде. Вин кодын көрсетіп жібер. Ар жағынан. SE комплектация бұл жерде енді мультироль, электрический сиденье, комбинированный салон, кожа мен велюр араласқан. Артық ештеңе жоқ. Так, 91,000 миль пробега. Іші таза, жалпы жағдайы енді Carfax'ын қарау керек. Бұны енді біз нақты тексеріп қараған жоқпыз. Клиенттің сұранысы бойынша сол кезде бірақ қараймыз. Жалпы сіздерге обзор ретінде бар көліктерді түсіріп жатырмыз шетінен. По вин коду таза 20. Келесі 80-ді түсіре кетейік. Camry 80. Бұл енді SE комплектациясы. Китайский емес, американский таза. HEV мотормен. Бұл қазір жаңадан шыққан мотор. Бағасы $32,000. $32,000 24-ші жылға. Іші комбинированный салон. Вин кодын көрсете керек. Вин код бойынша таза 24. Вин кодын көрсете кетейік. Өткен алдыңғы видеоларда айта кеттім. Көбіне қазір тек утопленниктерді жаңағыдай парокқа дейінгі утопленниктер алып жатыр. Себебі бұлардың запчастары әлде табу сәл қиындау. Сол себепті ұрылмаған тек утоптарды қарап жатыр. SE комплектация бұл жерде енді сиденьяларында да кішкене велюр бар. Мына жерлерінде көп тұрғандай. Мынақтары эко кожа болғанмен, мына екі полосалары велюр және мына жерлері велюр болып келеді. Дверной карталарында мына жақтары тоже велюр. Дверной карталары кішкене 70-70-пен келеді. Бұның пробегі 400 миль екен. 400 миль. Бәлкім су жаңа машина. Вин кодын ашып қарасаңыздар болады. Кілті ар жақта екен. Не айтамыз бұл жерде? То же самое. Мультируль, EV, Hold, эко режим, нормальный режим, спорт режим. Авто дальний, ближний бар. Подогрев. Кондер, мультируль. Бәлкімді. Камерада алдына не болды, сол бар ғой. Люк қосылған, кстати, люк бар. Мен сайтта да көрдім бағалар. Аккумулятор ағат бастаған екен. Кілт ішінде жатыр жоқ. Багажнигін ақ көрсетейін десем. Артық салон көрсетіп жіберейін. $32,000. Бұның саудаласуға болады, саудаласып бағасын түсіруге болады. Әзірше енді бізге сәл қымбаттау болып тұр ғой. Жалпы 29-30-ға да береді деп ойлаймын. Сол, кеттік. Chevrolet Camaro кабриолет, RS комплектациясы. 2020 жылға. Так, объем моча бұның. Так, $16,700 деп қойыпты. Вин кодын көрсетейін. Еще велюровый. Объем какой тут? 2 литра.
2 литра, короче. Пробег? 120 километров. 120 километров. 20 километр. Такие Винкода. Кабриолет. 19 мың чем-то екен. Кімге керек? Бұндай варианттардан да бар. Кабриолет. Камара. Жаңағыдай көлеңкеге шығу, той түсіру деген нәрселерге көбісі іздеп жатады. Осындай варианттардан. Жалпы осы. Галдарыңызда F10 2015 жылғы 535, яғни 3.0 мотормен, полностью М обвеспен. Дисктердің өздері жанып тұрған жақсы екен состояниесі дисктердің. Мінекей полностью М кигізіп қойған, Акрапович насадкілер қойып тастаған. Астын қарап жіберейік. Комплектациясы өте жақсы. Сұрап тұрған бағасы мінекей $13.800. Бұл стартовый бағасы, арғай саудасы бар. 3.0 проекция бар. Люк бар. Винкодын көрсетейін. Полностью черный в черном ғой. Память сиденья, 4 кнопка, жаңа удержание полосы барлығы бар. Привод, подножка, ломающее сиденье, М-руль. Так. Не айтамыз бұл. Так. Подогрев, обдув. Пробег бұл жерде 118 мың миль екен. 118 мың миль. Артқы салонды көрсетіп жіберейін. Кімге қызық, жаза беріңіздер. Жай бір 2000 оборот беріңіз. Қатпас па? Жай бір жағын. Спорт плюс. Жоқ. Ондай осатын жоқ екен. Жалпы осы машина бойынша кімге қызық? Жаза беріңіздер. 13.800 деп тұр. Volkswagen Passat 2.0 объеммен 20 жылғы 2.0 объем $14.000 сап тұр. Серый түсті. Так, Винкодын көрсетейік сразу. Так, Винкоды. Так, салон, кожаный салон. Мала көрінбей тұр екен. Кездескен машиналарды жолдан сіздерге жылдам түсіріп кететін болам. Так, Lexus ES гибрид 2013 жылғы. Винкоды, бірақ бағасы жазылмаған екен. Винкоды. Бағасы жазылмаған екен, сол себепті өкінішке орай бағасын біле алмаймыз. Так, кет дальше. Так, мынау X5-лар не деген? X5, F15. Так, $21.500 дейді. Полностью М пакетте. Так. Мынаның несін көріп жібейін, Винкодын. Так, Винкоды. Қарап алыңыздар. $21.500. 3.0 объеммен
2015 жылғы М пакетте. Так, G05-тер $48,000. Бұл $48,000. Бұл қазір 22 жылғы. Мінекей. Так, кеттік дальше. Так, X5 G05. Бұлда бұның бағасын уже түсіріп қойыпты. $38,000. Алдында $42,000 сатып тұрған. 2019 жылғы 3.0 объеммен 63,000 миль жүрген. Бұның қазір VIN кодын көрсетейін. VIN коды. Проекция жоқ. Кеттік дальше. Так. BMW бұл жерінде барлығы BMW, көбісі сол себепті арғай кете берейік. Так, F10, F10 2015 жылғы 3.0 объеммен $12,000 сатып тұр. Темно-синий цветтен М обвеспен М руль. Так, VIN кодын көрсетейін сіздерге. Мінекей VIN код. М-диски, короче, қоңыр салонмен, люк. Акрапович насадкаға қойып қойған. 3.0 объеммен 2015. Так, келесі F10 емес. 2014 жылғы 3.0 объеммен $12,800 сатып тұр. Так, алдарыңызда Дорестайлинг F10. Бұл 2010, қай жылға 2011 екен. Жылы сәл ескілеген. $9,800 сатып тұр. Проекция ештеңе жоқ, қара түсті. Так, VIN кодын көрсетейін. VIN коды по салону. Что есть, что нет, дегендей. Так, М руль жоқ, обычный руль, но сиденье жақсы екен, кожаный қара, ломающий и подножкалары бар. Жылы 2011 ескілеу, бірақ $9,800. Это уже еще стартовый бағасы. Арғай саудалауға болады. Так, кеттік дальше. Kia K5. Kia K5. 20 жылғы, бірақ бағасы жазылмаған екен. 1.6 миль жүрген. Так, VIN коды. Қара салонмен. Панорама барлығы бар. Бағасын алдыңғы жол сұрап едім, ұмытып қалдым даже. Неке сатушылар уже қайтып жатыр. Camry AC дейді. 70 19 жылғы екен. У нее цена какая? 12,500 мінекей VIN коды. Көк түсті, удар алдан болған екен. Так, мінекей сіздер көп сұрайтын 50 тұр. Camry 50 AC. Так, у нее год 13. Цена? 8500, короче. 7500 дейді, арда уже саудаласу керек. Мінекей VIN коды. AC комплектация, бірақ люк жоқ, бесключевой доступ жоқ. Енді 13 жыл бұл жерде. БСМ датчики жоқ, қара түсті, қара салон комбинированный. AC комплектация. Так, кеттік дальше. 70. Мына бір 70. Так, бұның не дейді? Бағасы $15,500 дейді. Бұның 2018 жылғы панорама бар екен. В общем, кожаный салон. XS комплектациясында 2018.
полный комплектация. AC-ның полный комплектациясы. Бірақ алды 75-тің бамперін салып қойыпты. Мұнда яғни алдын аударып болған ау деймін, скорее всего. Так, 55 бағасы белгісіз. Жалпы осы